Assalamu alaikum, efirde zaman ноябрьнын 24-ы Карамыш халинын 1366 күні студияда Мавиле Мухтарова çalışam. Вече Кашка бүгін Қарасу Базар районының Учкос көйінде дефін етілечек. Қырым татар милли әрекеті ветеранының женазесіне ватандашлар топлашты. Оның өлімінің себебі жүрек хасталық oldu деп білдіргенлер. Қырым татар милли меджлесі евлерге милли байрақларыны ве матем шаритлеріні асмаға чақырғаныды. Вече Кашка Тоневын вефат атты, оның жүрегі işgalчилерінің япқанларына даянамады. Сөзде ақ құруйчылар Ахмеджет қавесінде бір қач Қырым татарына үжім етті. Вече апте Қырым татар милли әрекетінің ветераны ве тимсаледір. Оның қорантасы біріншілер сырасында ғурбеттен Қырымға қайтқаныды. Вече Кашка диссидент Сахаров ве Аққұрчалайжы генерал Григоренко еле досташқаныда Қырым запт етілген соң о işgalчилерге қаршы күрешке башлады. Işgal алтындағы ярым аданын қамачавына да фаал қол тұтқаныды. В связи с убийством Вече Абла ее убили русские оккупанты. Я думаю, что это будет самый достойный ответ наш на репрессии русских оккупантов, когда в день джаназе Вече Абла тысячи и тысячи людей придут ее проводить последний путь, а в десятках тысяч домов крымских татар по всему Крыму будут вывешены крымско-татарские национальные флаги с черной траурной лентой. Қырымда бүгін Қырым татар байрақлары ендірілді ве үстіне қара шеретлер байланды. Киевдегі Меджлис бинасында да милли ве Украина байрақларына қара шеретлер асылды. АТР телеканалының тақымы Қырым татар халқымен берабер вефат еткен Вече Кашкаға яны. Бүгін телеканалының бинасындағы байраққа да матем шереті байланды. Вече Кашканың женазесіне амон келді. Іштемай ағыларда Учкос көйінің етрафында тұрған автозаклардың левхалары пейда олды. Женазеге işgalчилерінен иш тұтып, халқына қайынлік япқанларды келді. Ләкин Вече Кашканы соңқы елға ұзғармаға келген ватандашлары оларына сатқын сөзлерінен қуды. Туневын Қырымда яқаланған 4 инсанның жазасыны işgalчилер бүгін белгілейжектір. Діңлевлер сөзде Киев район махкемесінде олажақ. Туневын ақшам саат 10-ларда тұтылғанларны вақтынжы тұтып изоляторына алып кеттілер. Бекердегерменже Асан Чапух, Руслан Трубач ве Казим Аметов парад талап етуде қабатланалар. Олардан ешбірісі қабатыны танымай, умумен Туневын еді Қырым татары яқаланды. Бекердегерменже Асан Чапух ве Казим Аметов Ахмеджет мерkezінде сөзде махсус тедбірлер чәрчевесінде тұтылды. Тахменен айны вақытта Киевге ел алған автобустан Руслан Трубач шығарылды. Кефе живарандағы Султан Сала көйінде Эльмира Газиеваның өмір арқадашы Юрий Баранов тұтылды. Ахмеджетте Сияға Қардаш Куртсейт ве Эльдар Абдулаевлер яқаланды учу сорқыдан соң еберілді. Бекердегерменже оңа тержиман берілмегені үшін бірше имзаламады. Бұны адвокат Эдем Семедляев білдірді. Тақиқатшылар даваны бақып бір sıra қайдені боза. Адвокатның айтқанына көре қанун белгілеген протокол түзіп мүддеті де созула. Бекердегерменжеге туғанларының бағланмаға имкан берілмеді. Шекленгенлерінің қабатыны избатлайжақ делиллер да жоқ. Адвокатлар Түркия ватандашы Юсуф Айтан Вече Кашканың қорантасынан алған боржына қайтармаға істемейді деп білдіре. Бұл себептен сөзде Аққұрчалайжыларға мұражат етті. Сотрудники МВД его вели и все это организовывали. Скорее всего, там была и прослушка, и, может быть, даже видео какое-то. Ну, это мы узнаем после того, как закончится следствие, и нам дадут возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. В 11, пол-12 закончились все следственные мероприятия с ним. Ну, состояние, конечно, он в шоке. Это сильно влияет на его здоровье.
Ну, единственное, что силовики разрешили передать ему аэрозольный баллончик, без которого он не может и постоянно им пользуется. Как ночью он был, пока мне неизвестно. Русия тәшвихатчылары Туневан Қырымда олғана деселерін ақламақ үшін русиялилерге ялан хабер айтмаға башлады. РИА Новости нешіра Асан Шапухның евінде 3 калашников автоматы 60 патрон, наркотик ве экстремист әдебиеті тапылды деп білдіре. Нешір осмен баларына әсаслана екен. Қырымда Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджие Кашканын фаджалы өлімі ақында Украина президенті Петро Порошенко Европа шурасының елбасшысына тариф етті. Күріші Брюссельде Европа бірлігі шарқы иш бірлігі саммиті черчевесінде олып кечті. Ондан соң Дональд Туск Твиттер сайфасы өзерінден Қырым татар халқына українже мураджат етті. Активістка, яка має дуже важливу історію захисту інтересів кримсько-татарського народу, під час затримання померла. І ми не збираємося з цим миритися. Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки. І хочу наголосити, що єдиною формою захисту кримсько-татарського народу є звільнення Криму від окупації. Зустрівся з президентом Порошенком у рамках підготовки саміту Східного партнерства. З сумом згадали про смерть легендарної активістки Веджие Кашка та висловили солідарність з кримсько-татарською спільнотою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконної російської анексії Криму. Русия Қырымның тамыр халқы ярмаданы терк етсін деп ерше япа. Қырым татарлар еріне есе Русия işgalчилеріні таный жақ инсанларына кетірежек ола. Бұны Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев 5-ші каналының яйынында айтты. Оның айтқанына көре, Ярмадаға Донецк ве Луганск вилейтлерінден 250 бин кіші ветахменен 300 бин Русиялі сасен арбейлер көшті. Украина işgalчы девлет жазасын алсын деп тамыр халыққа қаршы япылған жинайтлерінің делиллеріні топлай. Международный суд в Гааге, который рассматривал предварительные меры, там сочли достаточным доказательства относительно того, что незаконный запрет Меджлиса крымско-татарского народа, а вот, скажем, финансирование терроризма с российской стороны, доказательств оказалось недостаточно. Ну, сейчас продолжается сбор доказательств. Вся информация, все вот эти факты беззакония оккупационных властей в отношении наших граждан, они фиксируются по мере возможности, если мы получаем информацию пофамильно, и потом возбуждаются уголовные дела. Но то, что в конечном счете им придется отвечать за эти действия, я в этом не сомневаюсь. Қырымда кәдеселерден соң ісас Украинада олған Қырым татарлар өз фікірлерін айдынлатмаға башлады. Олар ешғал алтындағы ярмадада олғанларға ачулана. Окупаційна влада робить все для того, щоб залякати наш народ. Вони ж добре розуміють, що кримські татари абсолютно більшість своєю не приймають і не сприймають цю окупаційну владу, і вони є проукраїнськи налаштованими громадянами України. Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы Веджие Кашканын өліміні Ольдоровке батасниф ете бұақта баш прокуратураның сайтында айтыла қайдетілеке сөзде қорыйжылар қадынны селянен қорқызып қанунсыз яқаламаға тырышты. Ишғалчылерінің тамамшы әрекетлері себебінден қадын ярамады. Сөзде оқу қорыйжыларының бекер дегерменже Асан Шапух, Руслан Трубач ве Кәзим Аметовға қаршы әрекетлерінде прокуратура екі қанун бұзылғанына көре. Бұл азатлықтан қанунсыз Маруматов яда инсан қачырылмасы ве ефті құнылмазлығының бұзылмасыдыр. Қырымда октябрьдің 14-інде бір кішілік пекетлерге шыққан инсанларға басқы девам ете. Полиция оларға қанунсыз әрекетлерді іштірак еткенлеріне дайыр протоколлар бермеге башлады. Епайны ұсулар қоланыла ақшамсат алтыларда шатлар не берабер. Оларның евлеріне келіп, протокол метінлеріні оқы ве қанун бозғанлары ақында білдірелер. Октябрьдің 14-інде инсанлар бір кішілік пекетке дегілде қанунсыз күтлеве акцияда іштірак еткенлердейлер. Русияде бір кішілік пекетлерінің кешірілмесі ясақ етілмей, ләкін күтлеве акцияларының өткерілмесі үшін рұқсат берілмелі. Усинов Усин Смаилович, держа в руках плакат с надписью «Мусульмане Крыма не террористы, не экстремисты»,
принял участие в несогласованном с органами местного самоуправления публичном мероприятии в форме пикета, являющемся коллективной публичной акцией. Ну, тут написано, что правонарушения, что непосредственно пикеты, да, можно сказать, были не одиночные, а групповые, так выходит. Посчитали, что это не санкционированная акция, потому что мотивируя тем, что она была проведена во многих частях Крыма. И была оставлена копия протокола. Он сказал, что будет назначен суд, о котором нас оповестят. Ишғал етілген Қырымда Сетнебе евлер Құрантасыны евлерінден қуыдалар кеченлері Ақмешіт районының бұлғанақ көйіндегі евіне ОМОН ве махкеме векелері келген. Ишяларны топлақмақ үшін ондаққа берілді. Соңыра еві шияларны алмаға имкан берілді. Сетнебе евлер бұл евде 24 елдан берлі отыра. Ләкин ев сайыплері олғанына дайыр весиқалары олмағаны үшін евсіз, барқсыз қалдылар. 90-шы еллары олар бұл евні весиқасыз сатын алғаныда. 20 ел кечкен соң евні сатқан қадын келіп, дачоқ пара істеді. Дома они никого не пускали во двор. Мы четвером, вот две мои девочки, муж, я, вот мы таскали мебель. Но через какое-то время они решили немножко смягчиться и запустили еще троих. Дождь льет, мы таскали вещи, все под дождем, все промокли. Колодец, скважина, природный газ протянул в дом, газофицировал, канализацию вырыл. Ну, все это дело как положено было сделано. Окна, двери, все это было, ну, под евро ремонт все сделан был. А сейчас в каких просто условиях оказалось, что на улице, можно сказать. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздыр атыр елі олып, яңа хабарларны бөліңіз, көрішмек үзірем.